Екібастұз қаласында қоғамдық келісім кеңесі 2016 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Ұлтаралық саясатты жүзеге асыруда басты бағыт қоғамдық келісімнің жұмысымен тығыз байланысты. Негізінен қоғамдық келісім үйлестіруші мақсат ұстанады. Кеңес құрамына қаламыздағы ардагерлер, достық үйі этномәдени бірлестіктің мүшелері, қоғамдық бірлестіктің мүшелері, сол сияқты мемлекеттік мекемелер қызметкерлері және жастар қоғамдық ұйымдарының мүшелері қамтылады. Кеңес отырысы ережеге сай, кеңес мүшелерінің белсенді қатысу сапасының арқасында күн тәртібіндегі мәселелерді қарап, талдайды. Қала, ауылдық аймақ тұрғындарының ахуалы, сұраныс талаптары жайлы талданып, жауапты мекемелермен тұрақты байланыс арқылы нақты шешімге қол жеткіземіз. Саяси тұрақтылықты нығайту мақсатында үлкен кәсіпорындарда, ірі ұжымдарда қоғамдық келісім кеңестері жұмыс істейді. Соның бірі Богатырь көмір ұжымының жұмысын атап өткен дұрыс. Ал жұмыстың басты бір бағыты ол жастармен жұмыс. Өйткені жастар еліміздің болашағы. Бүгінгі күнде қоғамдық келісім кеңесінің жұмысы қала ішіндегі, ауыл аймақтағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын, сыйластық, келісімшілдік және өзара бір-бірінің түсінушілік арқылы тұрақтылық, бейбітшілік өз деңгейінде жалғасын тауып, қоғамның өсіп өркендеуіне үлес қосу үстінде.